Сәлем достар, бүгін сіздермен бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан ғашық боласыздар ғой, прям. Жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші жылы сүтке 1,5 чайный ложка аштығымызды саламыз. 1 чайный ложка құмшекер саламыз. 1 чайный ложка тұз салатын боламыз. Кішкене майонез құямыз үстіне. Араластырып, бетін 5-10 минутқа жауып қоятын боламыз. Бетін ашып 5-10 минуттан кейін 2 столовый ложка майымызды құямыз. Араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды салафанға салып, жарты сағатқа ашығанша қоямыз. Ашыған қамырымызды алып, өте жұқа қылмай, сәл 1,5 сантиметрде қылып, жаятын боламыз. Майымызды алдын ала қыздырып аламыз. Енді пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.